Құрметті серіктестер, бүгін 13 желтоқсан. Міне мына биогумустың үстерінде қаптарда шылаушандар жүр. Бұл шылаушандар ішінде малектары да жүр сыртында. Бүгін енді кезекті дихандарымыз келіп, өздеріне керекті биогумустарын әкетіп жатыр. Бұл ешқандай почва грунт, почва смесь емес, таза биогумустың өзі. Таза биогумус. Енді ішінде бәрібір нелер кетеді. Шылаушандар бұның, шылаушандар кетеді, кішімалектар кетеді, және кокондар кетеді. Сол тұрғаннан кейін мына влаганың ішінде олар өсіп, міне қараңыздар, сыртында жүр. Бір-біреуден тастап жатырмыз. Міне бүгін мына кезекті дихандарымыз өзіне керекті биогумустарын алып кетіп жатыр. Бұл 10-шы қап па? Иә, 10-шы. Не, алып кетіп жатыр өзіне керекті биогумустарын. Бұл биогумус дегеніміз ешбір аналығы жоқ. Табиғи, тыңайтқыш, соны түсініңіздер. Бұл деген диханның өнімін бірнеше есе арттырып, дихандардың мол өнім алуына себеп болатын табиғи тыңайтқыш биогумус. Мына жатқандарына гөңдер, ешкімге керек жоқ. Аулада шашылып жатқан гөңдерді біз алып келіп, міне күнгеге уклон жасап, сыртқа қойып жатырмыз. Міне осы шылаушандардың, калифорниялық қызыл шылаушандардың жатқан жаңа орындары. Ал енді іште қаптарда биогумустар өндірілген. Менің бүкіл қазақ халқына айтарым, ұлтарақтай жеріңіз болса да, бір шылаушан болса да алып биогумус өндіріңіздер. Мынандай шашылып жатқан жапырақтарды, ағаштардың нелердің қалдықтарын, өсімдіктердің қалдықтарын пайдалана отырып, табиғи тыңайтқыш биогумус өндіріңіздер.